Құрметті тіл білімі YouTube арнасының оқырмандары, бүгін біз қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәнінен аттестациялауда келетін тесттерді қарастыратын боламыз. Бірінші, қысаң дауысты дыбыстар қатарын көрсетіңіз дейді. Қысаң дауысты дыбыстар бізде о деген қатарды алайық. Келесі, ауыспалы мағынада жасалған сөздер. Ауыспалы мағынада жасалған сөздер бізде долы мінез, жылы сөз, жылы жүрек. Осы қатарды алып көрейік. Ауeu жұрнағы арқылы жасалынатын сан есімнің мағыналық түрі дейді. Бұл бізде әрине жинақтық сан есім. Төл сөз бен автор сөзінің тыныс белгісіне байланысты қойылатын тыныс белгі дейді. Ол бізде төл сөз, автор сөз және төл сөз болу керек. Төл сөз, сызықша автор сөзі, үтір, сызықша төл сөз. Осы В деген қатарды алып көрейік. Жоқ, қатар В емес. Біз даже аны алып көрсек те болады екен. Көреміз енді тыныс белгі. Өте күрделі тақырып. Сөйлемде қанатты сөзі бар мысал. Әр адам бойында ешкімге ұқпайтын ерекше қасиет бар. Әр адам бойында күннің нұры бар. Тек сол нұрдың осы қатар болады. Келесі сұрақ бізде шақыру одағайы. Шақыру одағайы мысалы жай ғана көз жүгіртсеңіздер, қап, ойпырмай, шіркін-ай деп біз ешкім шақырмаймыз. Күшім мысалы. Шылаулар арқылы байланысқан сөз тіркесі. Шылаулар бізде арқылы, сайын, туралы, жөнінде деген сияқты болады. Яғни телефон арқылы сөйлесті. Талғау, сайлас, құрмалас сөйлем. Олар біресе тоқтап демалады, біресе күн ұзақ жүріп алады. Мынау болады. Халық санағын не биыл жүргізеді, не келесі жылы жүргізеді. 9-шы, мақсат бағынқылы сабақтас сөйлем. Ол өзінің жұмыс істейтін жерін көрсетпек болып, бүгін сыйаққа жолдасы екеу келіп еді. Күн жылы болғандықтан біз серуенге шықтық. Күн жылы болды деп біз серуенге шықтық. Екі қолы дірілдеп Оспан ішке кірді. Әрине бұл арадағы мақсат бағынқылы сабақтас сөйлем. Ол өзінің жұмыс істейтін жерін көрсетпек болып, бүгін сыйаққа жолдасы екеуі келіп еді деген болады. Өзі тіркескен сөзден бөлек жазылатын сұраулы сөйлем жасалудың бір жолы болып табылатын шылау бізде маме. Мысалы, ол бүгін келді ме, келе ме, бара ма, кете ме деген сияқты мысалы. Менің атым Қожа шығармасында Беткеңестің соңында Майханованың айтқан сөзі. Қожа тәртіпті бала, кезінде оты бар бала, түбінде адам болатын бала, болашағынан үміт күтемін. Әрине бұл арада Майханованың айтқан сөзі түбінде адам болатын бала деген вариант сияқты. Доспанбет жырау толғауларындағы батырдың сенімді серігі. Тұлпары сүйген жары, баласы досы дейді. Әрине тұлпары. Абайдың 7-ші қара сөзіне сәйкес келетін қатар. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратын нәрселер. Тәннен жан артық еді, тән жанға бас ұрғызса керек еді. Ақыры ойландым. Тәннен жан артық еді, тән жанға бас ұрғызса керек еді. Осы вариант болады. Сұлтанмахмұт Торайғыровтан қалған мұра. Біздің ұлттық әдебиетіміздің жаңа кезеңінің 20-шы ғасырдың басындағы дәуірдің шындығын, қоғамдық ой-пікірдің дамуын түсінуіміз үшін аса маңызды кімнің сөзі? Серік Қирабаев. Менің ерекенімді көргенсің, әуелден бірге жүргенсің, дегенімді қылғансың. Үзіндідегі автордың қасиеті. Есім қанның алдына жақсылық, есім қан алдына абырой мен беделді, есім қанғы деген адалдық, есім қанғы деген озбырлық. Осы арадағы қасиет, әрине қасиет десе, ол қан алдындағы абырой мен бедел болады. 200 томдық дүние жүзі әдебиетіне енген Мұхтар Әуезовтің шығармасы Түнгі сарың, Қорғансыздың күні, Көксері қаралы сұлу дейді. Бұл арадағы Мұхтар Әуезовтің шығармасы Көксерек. Қыз анадан көрмейінше өлік алмас, ұл әкеден көрмейінше өнеге алмас. Бұл арадағы
Эфилс ирония қараласа перифразын біз таңдаймыз. Ирония. Бауыржан Момышұлы Ұшқанова повесінде қамтылған уақыт кеңес үкіметінің қалыптасуының алғашқы жылдары, кеңес үкіметі кезеңі, кеңес үкіметінің қалыптасқан жылдары, жылдары, кеңес үкіметінің қалыптасуының алғашқы жылдары болу керек. Жүніс Сақиптің дабыл шығармасындағы жанры тарихи, детективтік, отбасылық, тұрмыстық, фантастикалық. Жүніс Сақип дабыл шығармасы бұл бізде фантастикалық жанр. Шәкен Айматов алғашқы ұстаз шығармасының өмір шындығын танытатын жақтары. Дейсен Қара таниды, ол оқымаған, әліппесі де жоқ, Ленин туралы әңгіме айтады. Осы вариант болу керек. Мәтін беріледі. Ауа райына байланысты сұраға етістік, туынды, сын есім, жұрнағы, зат есім тудырушы жұрнақ. Тапқырлығына әрине. Етістік, туынды, сын есім және жұрнағы, зат есім тудырушы жұрнақ деп тұр. Тапқырлығына. Табиғат сөзіне синоним. Тіршілік. Табиғат тіршілік көзі дейміз. Мәтінге сай келмейтін қатар. Ауа райын болжайтын институттар ашқан. Мәтін мазмұны арқылы білеміз. Енді мәтін керек ол үшін бізге, бірақ біз қандай мәтін екенін білмейміз. Тәуелдік жалғаулы сөз халқымыздың. Біз санамызда жарты оралы тұрады, ара жағында қаласы бәріміз алқан қорталығынан кейін атамыз дөңгелек отыру сөзінің баламасы. Бәріміз алқақ отан жайғасқаннан кейін ортамыздан оян сіздің арасында зілдошыр осы болады. Дөңгелек отыру сөзінің мәтіндегі баламасы алқа отан жайғасу. Жүзіндегі саяхаттар жүзінде жусанisi өйткені оның арада Сайын Мұратбектің жусанisi әңгімесіндегі жүзіндегі саяхаттар болады екен. Негізі эпитетке саяхаттар қош есім асқаланы терең құз. Тұңғиық шыңырау сөзінің мағынасы терең құз. Ауыл балаларының аянның жанынан шықпауы, аянның ертегілерін тыңдау үшін осы жақсы тексеріп көрейік. Қанша болды екен? 30-дан 29 балл. Так, 30-дан 29 алып біз бұл арада бізде қате кеткен бағанағы мәтін болу керек. Енді біз мәтінді қандай мәтін берген білген жоқпыз ғой. Мәтін айттым ғой. Қазақ табиғатқа етене жақын деген екен. Жақсы, егер де сіздерге де дайындыққа тестер керек болатын болса, төмендегі WhatsApp нөмірге жазуларыңызға болады. Сәттілік.